Қайырлы күн. Бүгін біз бетті арықтатуға, сондай-ақ жақты шығаруға арналған жаттығулар жасаймыз. Сонымен қатар бұл жаттығулар енді бет массажымен айналысып жүрген жандарға арналады. Олай болса, бастайық. Сондай-ақ каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алғашқы жаттығу ұртымызды екі тісіміздің арасына кіргізіп, сондай-ақ сыртқа шығарамыз. Осылайша бет бұлшықеттерін қатайтамыз. Келесі біздің жаттығуымыз бірінші жаттығуға ұқсас. Тек қана ұртымызды екі тісіміздің арасына кіргізіп, осылайша 1 минут ұстап тұрамыз. Аузымызды жайлап ашып, бет бұлшықеттеріне массаж жасаймыз. Яғни беттің екі жағындағы қатты жерге массаж жасаймыз. Сондай-ақ тілдеріңізді таңдайға жоғарыға қойып қойсаңыздар да болады. Енді жұдырығымызды түйіп, бетіміздің бет сүйегіне қойып, осылайша басып уқалаймыз. Енді астыңғы жағымызды төмен қарай созып, бет бұлшықеттерін жоғары көтереміз. Сонымен қатар көз жанында әжім болмауын қадағалаңыз.
Келесі біздің жаттығу ол мойынға арналады. Мойнымызды осылай екі жаққа кезек-кезек тартып созамыз. Енді екінші иек болмау мақсатында осылай иегімізді жоғары қарай көтеріп шалқаямыз. Сондай-ақ құлағымыздың артына, желкемізге осылай саусақтарымызбен домалата уқалап массаж жасаймыз. Және де соңғы жаттығу құлақ тұсына, самай, сондай-ақ басымызға, маңдайымызға массаж жасаймыз. Осымен бүгінгі бетті арықтатуға арналған жаттығу аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.